кейбір қыздар сияқты мен жалғыз басым үшін ақшаға қызығып кез келген жұмысқа барып жатқан жоқпын. Аллаға шүкір, өзімді де асырап жатырмын, 2 баламды да асырап жатырмын. Жолым тап-таза, Құдайға шүкір. Бірақ мені сырттай көре алмайтын адамдар өте көп екен. Оны енді байқап жатырмын. 2024 жылдан бастап кім дұшпан, кім дос екенін біліп жатырмын. Осыған дейін білген жоқпын. Дұшпандар өздері қорқытып, звондап маған дегендеп бастады. Жанар деген әйел Ысқақ Қасымның жанында жүр. Ысқақ Қасымнан алимент қарызды сұрама дейді. Бір тиынымды ала алмайсың дейді. Алимент қарызды сұрап жүріп, мүйізіңнен айырылып қалма деген сөздер айтты. Неше түрлі сөздер айтты. Әйтеуір үстінен арыз жазып, қазіргі кезде бізге звондамайтын болды. Алайда мектеп тарапынан жандай сөз үйретіп, жала жабғызып жатқан сияқты.